Біз мұсылманға қарап дінді алмаймыз. Дінді діннің өзінен аламыз. Діннің бір кереметтілігі, дін бізге ақиқатты көрсетеді және оған жету жолдарын көрсетеді. Кейбір дінсіздер ойлайды, дін адамды ойлауы да шектейді. Жоқ, дін шектемейді. Орта ғасырда алайық. Орта ғасыр. Ислам өркениеті орта ғасырда ғылым жасады, мәдениет жасады, өркениет жасады. Ойшылдар болды, небір философтар болды. Екінші ұстаз кім философияда? Әл-Фараби, ислам әлемінен шықты, тағы басқа. Сондықтан тарихқа қарасақ та, жалпы алсақ та, ислам ойлау, ақыл жүгіртуден шектеу қоймайды. Ол кейбір Аллаға қатысты, оның затына қатысты мүмкін, ал жаратылыста шектеу жоқ. Ақыл жүгірт, ойлан. Ол тек қана кейбір жекелеген мұсылмандардың догмаларымен, жекелеген мұсылмандардың догмаларымен қатып қалу, ол көрсеткіш болмайды. Құранның өзі қаншама жерде ойланбайсыңдар ма, ақыл жүгіртпейсіңдер ма, пікірлемейсіңдер ма деген секілді аяттар өте көп. Сондықтан дінсіздердің кейбір жекелеген мұсылмандарды көріп айтуы мүмкін, ой, бұлар ойламайды. Жалпы ислам олай емес. Біз мұсылманға қарап дінді алмаймыз. Дінді діннің өзінен аламыз.